Саламатсыздар ма? Есімім Назерке Доғдырқұлқызы, аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің іс жүргізуші маманы. Биыл кітап оқу жылы болып жарияланды. Осыған орай менің оқыған кітабым Баққожа Мұқайдың Өмірзая кітабы. Бұл романның маңызы ұлттық мұрамызды тарихи шындық тұрғысынан қорғауға бар күш-жігерін аямаған екі адамның ауыр тағдыры. Роман Өмірзая деп тегін аталып тұрған жоқ. Романды оқығанда ары қарай бұл тұлғаларымыздың өмірі қалай жалғасты, алдағы уақыттарында не болды деген қызығушылықпен жеңіл оқылады. Мен тура бір аптада оқып бітірдім. Баққожа Мұқайдың өмірзаясын қазақтың өткеніне қызығатын, кеңес үкіметі ұлтымызға әкелген қасіретті білгісі келетін әр ұлтжанды азамат оқуы керек. Өмірзая босқа өткен уақыт, ал сол уақыт ішінде қолдық санаға қарсы тұрған бас кейіпкер, тарих ғылымының кандидаты 35 жастағы Аяған Қуатов пен оның ұстазы профессор Алдияр Ақпанұлы айналасында өрбиді. Оқиға 1980 жылдарды қамтиды. Профессордың ресми саясатқа қарсы Кенесары туралы зерттеу еңбегі халыққа жат деп жарияланып, жала жабылып, қудалауға ұшырап, психологиялық орасан зор қысым көрген атақты ғалым сал ауруына ұшыраған. Ал оның шәкіртіне жабылған жала романда былай суреттеледі. Аяған Қуатов мемлекетке қарсы, өмір бойы орыс халқын ұнатпаған, мемлекетке қарсы, оларды аяусыз қырған, сыздық Кенесарин туралы мадақ мақала жазған. Ол орыс пен қазақ халқының арасына от жағу үшін сыздық сұлтан туралы мақаласын орысшаға аудартып, көбейтіп, жасырын түрде таратқан деген жала жабылып, пиғылы жат, ойы бөтен адам. Кеңес үкіметінің Ауғанстанға әскерге апаруы үлкен қателік. Бұл ерікті елді күшпен басып алу деген. Аяған ұстазы сияқты адал, тарихшы ғана емес, адамды бағалай білетін, мейірімді, адамгершілігі мол, ақылды жан, тағы бір қыры қызбалығы бар. Ғалым әділетсіздікке шыдамайды, шындық жолынан тайқымай өмір сүргісі келеді. Оның қайырымы мол адам екенін роман басталған беттен-ақ көруге болады. Аяғанның аңғалдығы заң күшіне сүйенуі, сондықтан жоғарғы жаққа лауазымды мекемелерге әділдік іздеп арыз жаза бастайды. Нәтижесінде жоғарғы жақтың бұйрығымен түрмеге де, жындыханаға да түседі, ақыр соңында көз жұмады. Қорыта келгенде мына заманның өзі тартыстан тұрады. Әділдікті күресіп, әділетсіздік орнаған заманда өмірі шынайы суреттелген. Өмірзая тартыс өмірдегі қайшылықтарды, өнердегі көрінісі, қасірет пен қайғыға толық трагедиялық роман. Бұл Баққожа Мұқайдың романы, Өмірзая романы 2000 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын иеленді.